Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы Қазақстан халқына өз мәлімдемесінде қаражатты нақты экономикаға жедел және нақты жеткізу мақсатында Бәйтерек холдингі арқылы тікелей қаржыландыру мүмкіндігін жоққа шығармауға қажет еместігін атап өтті. Және Бәйтерек қазіргі күндегі төтенше жағдай кезеңінде дағдарысқа қарсы құрал бола отырып, президенттің барлық тапсырмасын нақты орындайды. Осыған орай дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асыру аясында біз жылдық 6% сыйақы мөлшерлемесімен және 12 жылға дейінгі мерзімге жалпы сомасы 600 миллиард теңгеден аспайтын облигациялық қаржыды енгізуді жоспарлап отырмыз. Бұл қаражатты өңірлерді дамыту үшін әкімдіктерді қаржыландыруға бағыттаймыз. Бұл шара 250 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді және өңірлерді ірі қалаларда жобаларды іске асыруға ықпал етеді. Менің ойымша бұл енді елдегі және жеке алынған өңірдегі экономикалық жағдайға оң мультипликативті әсер етеді. Әсіресе бұл қиын уақытта кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, еңбек нарығында тұрақтылықты қамтамасыз ету бұл біздің мақсатымыз. Жалпы біз бизнесті мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын толық көлемде көрсетуді жалғастырудамыз. Мысалы, осы күрделі кезеңде Бәйтерек холдингі арқылы қолдау алған кәсіпкерлерге 3 айға төлемдер кейінге қалдырылып отыр. Бұл айтып өтсек, біздің холдингіміздің ішінде 11 еншілес ұйымы бар. Сол әр ұйымның өзінің саласында, өзінің дерегінде осындай жұмыстар қазіргі күні өткізіліп отыр. Біз ашық жұмыс істеп келеміз. Сондықтан әр бөлінген мемлекет тарапынан теңге өзінің нақты мақсатына тікелей жеткізіледі. Әсіресе айтып кетсек, қазіргі күнде біздің азаматтарымызбен және микро кіші кәсіпорындармен жұмыс істейтін еншілес ұйымдарымыз жұмыстарын күнделікті атқарып келеді. Ешқандай тоқтау жоқ. Бүткіл сұрақтарға адам сұралған сұрақтардың бәріне жауап беріп жатыр. Енді бұлай айтсақ, біздің даму кәсіпкерлікті дамыту қоры жобаларды қаржыландыруған қолданыстардағы шарттарына өзгерістерді қарауды оңайлықталған форматына көшті және қазіргі күнде бәрі онлайн, ірі қалаларымызда онлайн режимінде жұмыс істеп келеді. Сондықтан бүткіл жұмыс біздің холдинг жағымыздан атқарылып отыр. Болашақта да бұның бәрі бүткіл тапсырмалардың бәрі орындалады.